Үйлердің өзін жаңа төбелерді тегістеп, түзетіп, сол төбелердің бойына зәулім биік үйлер салынып кетті. Қарап көрсеңіз, мынау адамның өзінің еңбегі, өнері не таңғаласыз. Сондай бір сүйіспеншілікпен, сондай бір мына қалаға қараған көзқараспен, оң көзқараспен істелініп атқаны көрініп тұрады. Жаңадан салынған спорт кешендері, мәдени кешендері, сол жаңа архитектура менен үлкен зәулім құрылыстар салынып жатыр. Айналасының бәрі кең. Мысалы, қараған кезде адамның көзі тояды. Ал енді бізде өкінішке орай, енді айтпауға болмайды. Мысалы, Алматымыз осыдан 40-50 жыл бұрын әдемі қала еді. Енді әрине жекеменшік шағын үйлер бар еді. Анау қазіргі Достық проспектінің ар жағы шағын үйлер, солың бәрі бақтың астында үйлер көрінбейтін, бақ болатын, бәрі көк болатын. Қаланың айналасының бәрі бақ болатын. Ал енді қазір сол бақтың бәрі жойылып, ағаштардың бәрі шабылып, кішкентай үйлер бұзылып, тығыз биік үйлер бір-біріне тақалып салынып жатыр. Бұлай қарап көрсеңіз, бір үлкен әлгі бір ген план деген болушы еді. Сол ген план қазір біздің Алматыда көрінбейді.